Сәлем достар, бүгін сіздермен ең дәмді сметана дайындайтын боламыз. Және осы видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк қойыңыздар, өздеріңізге сақтап алыңыздар, комментарий жазыңыздар, және репост жасасаңыздар да болады. Және видеоға лайк қойып, алдымен тортқа 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Қант қосамыз. Және шым-шым тұз. Сосын ванильный сахарды қосамыз. Ванильный сахарды көп қосудың қажеті жоқ. Өйткені бұл тек қана жаңағыдай тортқа өзінің иісін беріп тұрады. Сондықтан да кішкене ғана қосамыз. Тортты көп араластырудың қажеті жоқ. Кішкене ғана араластырамыз. Қаймақ қосамыз. Қаймақ 200 грамм. Сары майымызды қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель қосамыз. Сода. Онды біз електен өткіземіз. Онды бірден сала салмаймыз. Оны бөліп-бөліп, 2-ге не 3-ге бөліп салуымыз тиіс. Енді осыны қасықпен араластырамыз. Мінекей бізде осындай қою қамыр шығады. 4 бұрышты формаға салсаңыздар да болады. Немесе осындай менікі секілді дөңгелек формаға салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің еркілеріңіз. Достар, біз қамырымызды жасап алдық. Піскен-піспегенін таяқшамен көріп алуларыңыз керек ортасынан. Мұнда менде 500 грамм қаймақ, осыған қант қосамыз. Соған қант қосып араластырамыз. Тортымызды алдық. Енді осыны осындай бір өзіңізге керекті формамен жанына алып тастайсыздар. Бұл тортпен өте аккуратный жұмыс жасау керек, себебі торт өте жұмсақ. Екі тортты бөліп алдық, ортасын. Бөліп алдық. Енді осыны өзімізге керекті ыдысқа саламыз. Кішкене ғана алып, мұнда саламыз. Мінекей. Осыдан алып, былай жағып шығамыз. Болдық, иісі деген өше күшті шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.